Баршаңызға сәлем, киношортс арнасына қош келдіңіз. Бұл арнада киноларды қысқаша айтатын боламыз. Қазір мен сіздерге 2017 жылы шыққан шынайы оқиғаға негізделген Таксист фильмін қысқаша айтатын боламын. Алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып жіберіңіз. 1980 жыл. Ким мырза Сеулде таксист болып жұмыс жасайды. Оның әйелі қайтыс болған, бір қыз тәрбиелеп отыр. Қызы екеуі көршісінің үйін жалдап тұрады. Ким таксист 4 ай бойы үйдің ақшасын төлемеген үшін 100 мың вон көршісіне қарыз. Ол 100 мың вон ақшаны табуды ойлап жүреді. Бір күні көршісімен асханада тамақ ішіп отырғанда, басқа таксисттің шетелдік клиент оған бір сапарға 100 мың вон төлейтіндігін айтып отырғанын естіп қалады. Оны естіген Ким таксист қулықпен жаңағы шетелдік клиентке бірінші болып барады. Ол бір сапардан ақ 100 мың вон алатынына қуанып келеді. Шетелдік клиент 1980 жылы Гуанчжоуда болып жатқан азаматтық тәртіпсіздікті жариялағысы келген батыс германиялық журналист Юрген Хейнспетер. Қатаң цензурадан журналистерге елге кіруге тыйым салынған, сондықтан Юрген оңтүстік Корея кіру үшін миссионер болып келеді. Ким таксист шақырған таксист екенін айтып, Юрген мырзаны күтіп алады. Екеуі Гуанчжоуға кетеді. Бірақ бәрі жабық және солдаттар барлық жерде күзетіп тұр. Солдаттар Гуанчжоуға кіруге болмайтынын айтады да оларды қайтарып жібереді. Ким таксист Юргенді Сеулге қайтаруға көндіруге тырысады. Бірақ Юрген Гуанчжоуға кірмесе 100 мың вон төлемейтіндігін айтады. Ким таксист Гуанчжоуға қалайда кіруге мәжбүр болады. Ол Юргенді бизнесмен деп ойлап, күзетшілерге Юрген маңызды шетелдік бизнесмен деп өтірік айтып, солдаттарды алдап қалаға кіреді. Гуанчжоуда олар барлық дүкендер жабылғанын, көшелерде ешкім жоқтығын байқайды. Таксист қаладағы тәртіпсіздікті жоққа шығарады. Себебі ол тәртіпсіздікті студенттер жасап жатыр деп ойлайды. Юрген бәрін камераға түсіре бастайды. Олар грузовикке мінген бір топ студенттерді кездестіреді. Араларында ағылшын тілін білетін Джесик деген студентпен танысады. Студенттер шетелдік журналист елге пайдасы тиеді деп үміттеніп келгеніне қуанады. Белсенді топтың лидері Йон Пхе. Ол Юргенді машинаға мінгізіп алады. Ким таксист грузовикке мінбей артынан еретінін айтады. Бірақ ол көтеріліс кезінде машинасы бүлінбес үшін кейін қайтуды жөн көреді. Сөйтіп оларды алдап айналып өткенде жолда баласын іздеп жүрген әйелді көреді. Оны машинасына отырғызады да жергілікті ауруханадан баланы іздемекші болып сонда барады. Және сол жерден табылады. Оның баласы жаңағы лидер Йон Пхе болып шығады. Жаңағы Юрген бастаған топ та сол жерде жүреді. Бәрі таксисттің қашып кеткеніне ашулы. Көтерілісшілер Юрген журналистпен бірге таксистке оның эгоизм үшін ұрсады. Олар журналистке оның келісілген сапарын орындамайынша ақшасын төлеткізбейді. Таксист Юрген мен жаңағы аудармашы болып жүрген Джесикті Гуанчжоуды аралатуға келіседі. Олар көтеріліс болып жатырған алаңға барады. Журналист жұмысын жалғастырады. Жергілікті наразы топ оларға тамақ, сыйлықтар береді. Таксист болып жатырғанда әлі де түсінбейді. Юрген солдаттардың наразы топтарды ұрып соғып жатқанын камераға түсіріп алады. Штаттағы офицерлер шетелдіктің бұл тәртіпсіздікті түсіріп жүргенін көреді. Онымен бірге сеулдік таксистің бар екенін де біледі. Және оларды тұтқындамақшы болып артынан қуады. Бірақ олар қашып үлгереді. Кенеттен Кимнің такси көлігі бұзылады. Тхесу деген жергілікті таксист оны өзінің шеберханасына әкеліп жөндейді. Ким таксисттің көңілі түседі. Себебі оның кішкентай қызы үйінде жалғыз қалған. Және Гуанчжоуда телефон сымдары айырылып жатқандықтан онымен хабарласа алмайды. Тхесу оларды өз үйінде қалуға рұқсат етеді. Кешкі астан кейін жарылысты естиді. Қараса, телевизиялық станция өртеніп жатыр екен. Бәрі сол жаққа қарай кетеді. Юрген бәрін камераға түсіре бастайды. Бір кезде офицерлер Юргенді танып қалады да оларды аңдиды. Офицер Джесикті пленге алады да Юргеннен камера мен пленканы беруді талап етеді. Бірақ Джесик өзін бәрі өлтіретінін біліп, оларға қашып кетуін айтады. Ким таксист офицерлерге сеніп камераны беруін қалайды. Джесиктің сөзінен кейін олар қашады. Олар Джесикті өлтіріп тастайды. Ким таксист пен Юрген бір-бірінен ажырап қалады. Ким таксистті ұстап алады да оны коммунист деп кінәлап ұрып-сұрып жатқанда Юрген оны құтқарады. Сөйтіп екеуі қашып құтылады. Олар Тхесудің үйіне қарай жүгіреді. Бір кезде Юрген мен Ким таксист оңаша қалады.
Таксист өз мұңын айтып жылайды. Ол әйелінің ауыры өлгенін, қызы өсіріп отырғанын, ескірсе де осы такси көлігімен жұмыс жасап жүргенін айтады. Таңда Ким таксист өзі қайтпақшы болады. Тхесу Ким таксистке жалған номермен қаладан шығу жолдары көрсетілген картаны береді. Себебі солдаттар Сеул номері бар таксиді іздестіріп жүрген еді. Сөйтіп Ким таксист бір өзі көрші қала Сунчхонға барады. Телефон соғатын жерге барып, қызымен хабарласып көңілі жай табады. Жергілікті кафеге барып тамақ ішпекші болады. Сол жерде ол адамдардың Гуанчжоудағы оқиғаларды айтып жатырғанын естиді. Бақ өкілдері теледидарда бұл хаосты қылмыскерлер жасап жатыр деген жалған ақпарат таратып жатырғанын көреді. Ким таксист өзін кінәлі сезініп, не істерін білмей отырады. Бір жағынан қызына барғысы келеді, бір жағынан Гуанчжоуға барып көмектескісі келеді. Ол үшін қиын таңдау еді. Өз міндетін атқаруды жөн көріп, Ким таксист Гуанчжоуға кері қайтуға шешім қабылдайды. Гуанчжоу ауруханасына барып, шок жағдайда отырған Юргенді және Джессиктің өлі денесінің жанында жылап отырған Тхесуды көреді. Ким таксист Юргенге оңтүстік Кореяда болып жатырғанда әлемге көрсетем деген уәдесін есіне түсіріп, камераға түсіруін жалғастыруын айтады. Олар көшеде солдаттардың бейбіт тұрғындарды аяусыз атып өлтіріп жатырғанын камераға түсіріп алады. Бәрін түсіріп болғасын Сеулге қарай бет бұрады. Оларды штаттағы офицерлер іздестіріп жатыр. Ким таксист пен Юрген қаланың қуыс жолдарымен шығып кетпекші болады. Бірақ барлық жерге блокпост қойылған және офицерлер күзетіп тұр. Таксист қалайда клиенттің айтқан жеріне жеткізу керекпін деп тәуекелге барады. Блокпосттағы солдаттарға шетелдік бизнесменді қаладағы тәртіпсіздіктен алып бара жатырғанын айтады. Жас сержант машинасын тексереді. Машинасынан сеулдік нөмірді байқап қалады. Бірақ көрмегендей болып оларды жіберуге бұйрық береді. Сол кезде солдаттарға Гуанчжоудан ешқандай шетелдікті шығармаңыздар деген бұйрық келеді. Ким таксист блокпосттан өтіп қашады. Оларды штат офицерлері мінген джип қуады. Бірақ Тхесу бастаған Гуанчжоу таксистері жаңағы джипке бөгет болып, олар өздерін құрбан етеді және қашып кетуіне мүмкіндік жасайды. Сөйтіп екеуі Сеул әуежайына жетеді. Юрген кейін оңтүстік Кореяға келіп, таксистпен қайта кездесу үшін Ким таксисттің аты жөнін телефонын сұрайды. Ким ойланып, көліктегі темекінің аты, яғни Ким Собок деп, және сондағы телефонын жазып береді. Сонымен журналист аман-есен елден кетеді. Ким таксист қызымен қауышады. Юргеннің Гуанчжоудағы оқиғалары туралы репортаж барлық елге тарайды. Гуанчжоудағы тәртіпсіздік реттеледі. Бірнеше уақыттан кейін Юрген оңтүстік Кореяға келеді де Ким Собокты іздейді. Бірақ ол аты жөні әдейі қате жазылғанын түсінеді. 23 жылдан кейін Юрген оңтүстік Кореяда Гуанчжоу көтеріліс туралы репортаж үшін марапатталады. Ол өз сөзінде Ким Собок атты таксистке алғысын айтады және қайта көруіне үміттенеді. Ким әлі де таксист болып жасайды екен. Ол газеттен Юргеннің сөзін оқып, ол да Юргенге алғысын іштей айтады. Ким оған разы екенін және ол да сағынатынын сыбырлайды. Юрген журналист Ким таксистті табуға тырысты, бірақ кездесе алмай 2016 жылы дүниеден кетеді. Фильм соңында шынайы Юрген журналистің Ким Собок таксистке алғысын айтқан видеороликпен аяқталады. Бұл фильм неміс журналисті Юрген Хенспетердің оңтүстік кореялық таксист Ким мырзамен әңгімесі негізінде құралған. Ким мырзаның жеке өмірі мен шын есімі белгісіз болғандықтан, кинодағы Гуанчжоудың сыртында болған оның өмірі мен оған қатысты оқиғалар ойдан шығарылған. Фильмнің соңы. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Кино туралы өз ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер және келесіде қандай киноға қысқаша шолу жасайтыныңызды жаза кетіңіз. Назар аударғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.